Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Банкроттыққа дәнінген алған Назарбаевтың мемлекетке қанша қарыз? Назарбаевтардың компаниясы кәмелетке мемлекетке қарыз 260 миллиард теңгеден асады деп жазады Алаш.кз порталы. Қазақстанда соңғы жылдары ең ірі салық қарызгерлердің тізімінде Назарбаевтардың отбасымен байланысты компаниялардың аты аталып келеді. 2026 жылы антирейтингте бірінші орын Болат Назарбаевқа тисе, Айто процесс ЖШС үшінші орынға, оның әпшесі Әнипа Назарбаева қатысқан Group of the Company ТДО ДШШ бесінші орында Гүлмира Назарбаеваға берілген. Қазіргі Байзақова қатысты ГБ Инвект ЖШШ шықты. Бұл компаниялардың бюджетті алдағы қарызы 260 миллиард теңгеден асады. Назарбаевтың отбасы компанияларының ортақ ерекшелігі қарыздан құтылу үшін банкроттық рәсімін жүгіну. Алайда қазіргі кезде сотта қажетті шешім қабылдауда сәтсіздікке ұшырап отыр. Негізгі себеп соттар компанияның қаржылық жағдайы туралы толық ақпарат ала алмай жатыр. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз, сау саламат болыңыз.